Чо там, жігіттер, қалайсыңдар? Қалайсыз? Иә, кеп қолыңызды. Бүгін не түсіреміз? Бүгін дронға обзор кіші. Әлемдегі ең кішкентай дрондардың қатарындағы дрон. Соны обзор түсіреміз. Қалайсың? Бола ма? Все, мен дайын, кеттік. Бүгін бізде техношоулуда қазіргі заманның бүркіті DJI Mavic Mini. Сонымен достар, барлығымыздың ішімізде кішкентай бала өмір сүреді. Ол бала ойыншықтармен ойнағысы келеді. Сол бір қызықты ойыншықтардың бірі ол дрон. Бізде сол үшін осы дронды сатып алдық, бірақ біздің екінші мақсатымыз бар, әрине ол кәсіби түрде біз жақсы кадрларды түсіргіміз келеді. Шыны керек, көп адамдарды естідім, сатып алады, қызығып, ең соңғы ақшасына болса да сөйтіп бір-екі рет қолданаттағыны сосын барып жатады екен. Бізде шыны керек, сондай адамнан негізі алдық, мынау дронды бір кісі алған, 2-3 рет қолданған, сонымен одан кейін қызығы біткен, сонымен үйінде жатқан. Біз бұл ретінде көп несе арзанға алдық, оны кешірек айта кететін боламын. Сонымен достар, сыртқы қорабы мынандай кішкентай болып келеді, міне бір қолға сыйымды. Өткен жолғы бір видеоларымызда Sony құлаққабын түсірген болатынбыз, соның да сырты осындай көлемде болады. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы. Басқа Mavic Mini'дің басқа қорабы да бар, ол үлкенірек болып келеді. Мынау ең кішкентай қораптардың бірі. Есесіне, бұның ішіне көп нәрсе сыймайды. Есесіне, достар. Айтпақшы, сыртын айтатын болсам, сыртында мынандай бір қалташасы бар. Есесіне, достар, бұның ішіне көп нәрсе сыймайды. Бұның ішінде тек қана дрон мен оның пульті ғана сыйып тұратын болады. Mavic Mini Fly More Combo деген комплектация бар. Оның бұл дроннан артықшылығы ешқандай жоқ. Ол тура осы дрон, бірақ соған қоса менің білуімше 3 батарея қосып береді, және сол батареяны қуаттайтын порт қосып береді деп естуім бар. Бірақ бұл ондай емес, бұл тек дронның өзі ғана. Сонымен достар, дрон және оның джойстигі. Так, сонымен, ішінде не бар екенін айттық, джойстик пен дронның өзі. Джойстигінен бастайық, менің ойымша. Джойстигі, достар, мынандай түрде болып келеді. Мында 2 антеннасы бар. Антеннасы былай ашылады. Астында ешқандай кнопка жоқ. Мында мындай бір джойстик бар. Былай бұра алатын. Ол мына дрондағы камераны жоғарыға төмен түсіретін бір құрылғы. Үстіңгі жағында қосатын кнопкасы бар. Және автомат түрде қондыратын кнопкасы бар. Одан кейін 2 джойстик келеді. Мұнда джойстиктер қайда, ұстайтын джойстиктер қайда десеңіз, мұнда арт ашылады. Бұлай ашылаттағыны телефон досында қоямыз, қазір қоямыз. Және соның артында мұна жерде, достар, міне мынандай кішкентай нелер бар. Джойстиктер бар. Джойстиктері бұлай бұра алып, мына жерге бекітіледі. Сонда бізде кәдімгідей мынандай әдемі джойстик болды. Ал дронның өзіне келетін болсақ, дронның қанатын жайық. Міне жиналып тұрған кезде бұлай болады. Мынау камерасын сақтап тұрған пластмасса бар. Пластмассаны алып тастаймыз. Енді мынандай бос болады камерасы, бұл стабилизатормен камера. Және 4 қанаты бұлай ашылады. Бірінші алдыңғы қанаттар ашылады. Сосын астыңғы қанаттары бұлай шетке ашылады. Сонда бізде кәдімгі ұшуға дайындалған дрон бар. Енді бізде артқы жағында microSD карта салынатын яшығы бар, және оны қуаттайтын USB яшығы бар. Астында бізде түрлі датчиктер және дронның өзін қосатын
2 рет басамыз. Дронның өзін қосатын кнопка. Айтқандай, мұнда 280 емес, 249 екен. 249 грамм ультра жеңіл деген жазуы бар. Шынында бұл өте жеңіл дрондардың қатарына жатады. Мынандай жарқырап тұр. Енді бұл дрон негізі телефонсыз да ұшыруға болады. Жай дронның өзін ұшырып, қай жерде жүргенін көресіз, бірақ дрон сізге қандай сурет, яғни қандай картина көрсетіп тұрғанын білу үшін телефон керек. Және оның басқа да функцияларын ашу үшін, оның талантын ашу үшін телефон керек. Телефоныңызға DJI Fly деген приложениені қосымшаны жүктеп, өзіңіздің аккаунтыңызды ашып қойсаңыз болады. Қанша сағат ұшқаныңыздың, қандай дрондар болған деген мәліметтің бәрі сол жерде сақталып тұрады. Жалпы DJI Fly қосымшасы осындай түрде болып келеді. Осының бәрін жасап болғаннан кейін, мында подключить дрон деген кнопкасы бар, бірақ оның алдында біз мынау джойстикке телефонымызды қосып аламыз. Сонымен достар, телефонымызды джойстикке жалғаймыз. Мында өзінің арнайы шнур бар. Мына жаққа былай салынады. Мына жағы Type-C болса Type-C, басқа шнурлар да бар. Мен телефон Type-C болғандықтан оны былай жалғаймыз. Және бұны телефонды орналастырып аламыз. 2 рет басқан кезде пульттің өзі қосылады. Және телефонымызды қосып аламыз. Енді қазір передача файлов деп басыңыз. Міне, қосылды. Міне, пульт, телефон, приложение және дронның өз бір-бірімен синхронизация болды, бір-бірін тапты. Мұнда бізде новая версия по деп тұр. Мен оны жүктегім келмейді. Әлі де, бірақ не екенін ішінде білмеймін. Обновление болған кезде міндетті түрде проблемалар болып тұршы еді, сондықтан да, бірақ бұнсыз да ұшып жатыр. Міне, поехали деген кнопканы басамыз. Болды. Телефонымыз дайын, дронымыз ұшуға дайын. Енді біз дронымызды оталдырамыз. Міне, дронды достар былай оталдырамыз. Мына 2 джойстикті ортаға тартқан кезде оталады. Қараңыздар. Мына қазір дрон ұшып тұр, бір орында осылай ұшып тұра алады. Бұл дронда жан-жағында не жоқ, датчиктер жоқ, жан-жағынан ұшпайды, бірақ астында датчик бар, қараңыздар. Достар, мынау әр джойстик нені білдіретінін түсіндіріп кетейін. Мынау джойстик дронды алдыға артқа ұшырады, қараңыздар. Мына артқа тартсаңыз артқа ұшады. Алдыға ұшады. Және мына бұрай бұрып алайық. Және шетке тартсаңыз шетке ұшады. Сосын джойстикті қаншалықты шетіне қарай итерсеңіз, соншалықты тез немесе жай плавно қимылдайды. Қараңыздар. Былай жай тартсаңыз жай, қаттырақ болса қаттырақ шығады. Мына джойстикке келетін болсақ, мынаны жоғары көтерсеңіз дрон көтеріледі, түсірсеңіз түседі. Оңға қарай бұрсаңыз, бұл дрон бір орында айналады. Достар, міне дронды қолданған кезде абай болу керек, жалпы. Міне қазірдің өзінде, қаншалықты абай болғанның өзінде дронымыз құлайын деп қалды. Енді дрон кетіп қалмас үшін ұстап қалдым. Міне қолымды былай кесіп алды.
жалпы балаларыңыз ертеңгі күні алып ойнап жүрсе, мейлінше үлкен кісілердің қасында болған дұрыс. Қауіпсіздік шараларын міндетті түрде қолданыңыздар. Жалғастырайық достар. Жалпы енді бұл дронның плюстар мен минустарын айтып кетейік. Ең басты плюсы, бағана айтқандай, бұл дрон өте жеңіл және кішкентай. Яғни қол сөмкеңізге немесе қалтаңызға, машинаңызға салған кезде көп орын алмайды. Кейбір дрондар бар, дәу, мынандай чемодандардың ішінде тұратын. Жоқ, бұл ондай емес, өте кішкентай. Екінші плюсы, оның бағасы. Дәл қазір егер бұл дронды магазиннен алам десеңіз, 182 мың теңгенің төңірегінде аласыз. Әрине 182 мың дегеннің өзі де арзан ақша емес. Егер де сіз балаңызға тек әшейін ойнағанға деп алатын болсаңыз, бұл дрон сізге керек емес. Балаларға арналған, жай ғана ұшатын, ешқандай камерасы жоқ дрондар өте көп. Бұл өзіңізге қызықсаңыз, немесе блогер болсаңыз, сізге көп нәрсені тасудың қажеті жоқ, тасуға ыңғайсыз, яғни тез қимылдау керек болса, ең нағыз бастауыш деңгейдегі, тіпті орта деңгейдегі кино түсіруші, немесе видео түсірушіге арналған деп ойлаймын. Енді плюсын айтып болдық, минусына келетін болсақ, достар, бұл профессионалды түрде кино түсіруге немесе картина түсіруге ыңғайсыз. Біріншіден, бұл дрон жел тұрған кезде тез, яғни ұша алмайды деп те айтуға болады. Дірілдеп кетеді, желмен бірге ұшып кетеді. Сосын алысқа ұша алмайды. Бұның ең алысқа ұшатыны 2 километр деп айтады паспорт бойынша. Алайда қаланың ішіне жүрген кезде 30 метрден кейін де сізден байланысты жоғалтып алуы мүмкін. Яғни дроныңызды аяғында таппай қалуыңыз да мүмкін. Яғни қаланың сыртына шығып, ауылға барсаңыз 1,5 километрге дейін кетіп қалуы да мүмкін. Ол да аз арақашықтық емес негізі. Сосын бұл дронның камерасы 30 кадр секундына түсіреді. Кейбір профессионалды әдемі түсірем деген видеомейкерлер, олар 60 кадрда түсіреді, бірақ біздің дәрежедегі блогерлер немесе видеомейкерлер, олар 30 кадрдың өзінде қолдана беруге болады. Өйткені қарапайым көрермен YouTube'дан, телефоннан қарап отырған кезде 30 ба, 60 ба, оның айырмашылығын аса көре бермейді. Яғни қорытындылап келген кезде, егер бастауыш дәрежедегі видео түсіруші, видео жасаушы адам болсаңыз, сізге нағыз үйренуге біріншіден, екіншіден үйреніп болғаннан кейін жақсы кадр алуға да көмектесетін дрон осы деп ойлаймын. Жалпы DJI Mini'дің суықта ұшу немесе ұшпау, ұшалады ма екен, ұшалмас па екен деген сұраққа біз өзіміз тіреліп қалған болатынбыз. Сондықтан да сыртқа шықтық, ұшырып көрдік. Жалпы айтқан кезде ұшалады. 1 минут, 2 минуттан кейін сізге дрон өте суық жағдайда ұшып жатыр, қазір тоқтап қалуы мүмкін деген хабарлама келеді, бірақ ары қарай ұша береді. Яғни біз бір 3-4 минуттық видеоны түсіріп үлгердік. Біз түсіріп жүрген кезде осы уақытқа дейін қатты желде түсіріп көрген жоқпыз, бірақ менің естуім бойынша, мен достарым айту бойынша қатты жел болған кезде дрон ұша алмайды. Және үшінші мәселе біздің уайымдататын, ол жаңбырда ұшалады ма? Яғни жаңбырда кез келген техника негізі жұмыс істей алмайтын шығар деп ойлаймын. Оның үстіне дрон, өйткені мұнда ашық моторлар бар, мұны байқасаңыздар. Байқасаңыздар, мынандай жерінде моторлары дронның ашық. Сондықтан да жаңбыр кезінде әрине бұл дрон ұша алмайтын шығар деп ойлаймын. Ұшқызбайтын да шығарсыз, өзіңіздің 180 мың теңгеңізді айырылғыңыз келмесе. Жалпы айтқан кезде біз өзіміз ақшамыз көп болмағандықтан OLX интернет желісіне кірдік тағыны дрон деп іздей бастадық. Сосын бір кісі шықты, көп қолданбаған, ойнау үшін алған, үйрену үшін алған, соғылмаған, құламаған деген секілді. Барып көрдік, шынында да ешқандай сыртында сырылмаған, құлаған іздері жоқ. Сондықтан да біз 180 мың теңгеге емес, 120 мың теңгеге бұл дронды алдық. Менің ойымша бұл жақсы скидка. Қанша күн болды қолданып жүрміз, бізге әлі бір жері ұнамады деген нәрсесі жоқ. Біздің осы дроннан алған эмоцияларымыз кішкентай балалардікі секілді болып қуанып жүрміз, шыны керек. Сонымен достар, осы дронға түсірілген керемет кадрлармен осы бүгінгі влогты аяқтайық.
Влогты аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Біздің 365 күндік влогтың 3-ші күні біз ритмға кіріп жатырмыз. Бізге ұнап жатыр, сіздерге де ұнап жатыр деген сенімдеміз. Сондықтан да достар, сіздерге көп рахмет. Ал енді Астананың керемет көріністерінен ләззат алыңыздар. Кеттік.